Сәлем досым, бүгін біз сіздермен бірге Қызылорда қаласының Саяхат микрорайонында орналасқан арзан мына тұрған коттедж үймен толықтай танысатын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін көріңіздер, және де ең бастысы тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Былайынша қарасаң, еңсесі биік, өте жақсы коттедж үй, фундаментінің өзі жақсы салынған. Енді жерінің көлеміне келетін болсақ, 10 сотық, айта берсең, плюстері көп. Ендеше үйдің өзімен танысайық. Көпшілік үйлердің есігінің алдынан проблемалар туындап жатады. Неге байланысты? Дәл осындай баспалдақтың дұрыс емес салынуына байланысты, яғни стандартқа сәйкес емес салынуына байланысты. Ал біздің қазіргі кезде көріп жатқан коттедж үйіміздің баспалдағы өте жақсы салынған. Ендеше ішке қарай кірейік. Достар, бұл бізде алғашқы осы коттедж үйімізге кіреберіс бөлік. Былайынша айтқанда, енді жаздың күндері, қыстың күндері де аяқ киімді шешуге арналған аймақ. Енді толықтай қазір ішімен танысатын боламыз. Кірген бөліктен тағы да осындай бір шағын бір аймақ пайда болады. Осы жерден біз қалған осы коттедж үйіміздің маңызды бөлмелеріне қарай өте аламыз. Ең бірінші осы кіреберісте орналасқан туалеттің ішкі көрінісімен танысайық. Дизайны ерекше таңдалған, қара түс пен ақ түсті жақсы үйлестірген. Әсіресе мойка дейді ғой, енді мойканы де жақсы таңдаған екен. Кіреберіс бөлікте сонымен қатар ас бөлменің өзінің бөлек зонасы бар, яғни қуыру, жарқы дейді ғой, былайынша айтқанда. Сондай сияқты процесстерді үйдің хозяйкасы емін-еркін жерде өзінің жұмысын жасай берсе болады. Яғни сізді ешкім мазаламайды. Плюс мебельдері ашық цветті. И потом тағы да бір ерекше айтып кететін жайт, осы ас бөлмеде погреб орналасқан. Қосымша салат, варенье деген сияқты енді үйдің қажетті нәрселерін сақтасаңыз болады. Сонымен қатар осы аймақта мынадай үлкен көлемінде шамамен өзім есептеп көрдім. 10 квадраттай джакузи сізді қарсы алады. Бұл жерде спокойно, емін-еркін суға түсіп салқындап алсаңыз болады жаздың күні. Шағын аймақтан негізгі осы холлға қарай өтеміз. Дәл осы холлдан бастап, енді бұл үйде байқағаным қазақы нақыштағы элементтер өте көп кездеседі. Яғни өзімізге былайша айтқанда жақын стиль. Мысалға қараңызшы, екінші қабатқа қарай көтерілетін баспалдақтың өзінің ою-өрнектері қандай қылып жасалған. Осы бірінші қабаттағы маңызды бөлмелердің бірі ол зал. Залдың квадратурасы, яғни қонақ қабылдау бөлмесі деп айтамыз ғой, 25 шаршы метрді құрайды. Перделері әдемі, көк түсті, қабырғалары қазіргі кездегі сәнді молдник деп атай ма? Сондай. И кондеріміз бізде мощный ұрып тұр. Енді ары қарай кеттік. Айта кететін тағы да бір ерекше жайт, үйдегі есіктердің барлығы да ашық түсті. Және осы бірінші қабатта бізде жаңа бағана айтып өттім, қазақы стиль деп, қазақы нақыш деп. Мына бізде тұрған қазақы бөлме. Жоғарыда байқап қарасаңыздар, шаңырақ іспеттес натяжный потолокты байқауға болады. Сонымен қатар оған жақсы үйлестірілген мынадай әдемі пердені де ерекше айтып өту керек. Ендеше достар, біздің осы үйіміздің екінші қабат бөлігіне қарай өтейік. Екінші қабат бөлікке өту аймағында, яғни орта бөлікте осында үлкен әдемі сізді былайынша айтқанда енді витражды дейді ғой, сондай панорамды терезе сізді қарсы алады. Ол жерде осында бізде әдемі сәнді перде бар. Маған ең басты ұнаған аймақтардың бірі дәл осы екінші қабатқа қарай көтерілу бөлігі. Оның ең бірінші элементі люстра, сонымен қатар жаңағы айтып өткен пердені өте жақсы сәйкестендірген. Екінші қабатта бізде
мынадай шаған тағы да бір аймақ бар. Енді жеке өзім естіле осы үйді алып жатырсам, бұл жерге енді қонақтармен бірге отырып сөйлесетін аймақ ретінде пайдаланар едім. Ендеше балалар бөлмесіне қарай өтейік. Балалар бөлмесінің кейпі осындай. Қазір жарықтан дұрыссыз көріп байқап тұрмаған шығарсыз, бірақ та обойды өте жақсы таңдаған. Яғни мына обой перде, и былай қарай бұр камераны, и мына бетте тұрған, қараңызшы, әдемі, сәнді, заманауи бізде обой. По-моему, Audi деген автокөліктің суреті тұр. Екінші қабатта тағы да бір балалар бөлмесі бар. Бұл балалар бөлмесінің басты ерекшелігі меніңше қыздарға арналған бөлме болу керек, өйткені әдемі осындай бір қабырғасында цвет ажырата алмаймын өзім. Розовый цвет болу керек. Осындай гүлдері бар, сәнді бөлме. Дәл осы коттедж үйді салған кезінде екінші қабаттағы жуыну бөлмесінде ұмытып кетпеген, кіріп көрсеңіздер болады. Бұл бізде екінші қабатта орналасқан душевой, өзінің раковинасы бар, және де арнайы туалеті бар. Үй иелерінің өздерінің жатын бөлмесі, ең маңызды бөлмелердің бірі, қабырғадағы обой, перде, барлығында осы бөлмеде де жақсылап үйлестіруді ұмытпаған. Және де ең басты осы коттедж үйдегі плюсы, дәл осы бөлменің жанында үлкен гардероб бар. Гардеробқа енді былайша айтқанда бүкіл семьяның, яғни отбасының киімдері сыйып кетеді десем қателеспеген болармын.